Егерде дәл қазір қасыңызда тұрған адамның шын мәнінде адам емес екенін білсеңіз, не істер едіңіз? Көптеген адамдар рептилоидтар адам кейпіне еніп біздің арамызда жүр деп ойлайды. Сәлем достар, сіздермен бірге бұл меместер жас, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз топ 5 камераға түсіп қалған белгісіз жаратылыстарды бірге көріп, оларды анықтайтын боламыз. Ал сіздер видео басталмай жатып не істеу керектігін білесіздер. Арнаға тіркеліп, видеоға лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Ал ендеше біз видеоға кеттік. Бірінші видео. ютубқа жүктелген бұл видеода бір топ жігіт қалалық аңыздардағы құбыжыққа ұқсайтын белгісіз жаратылыспен бетпе-бет кездеседі. Түн ортасында олар орманға барып түсініксіз бірдеңені табуға бел буады. Себебі кейде аңыздардың артында шындық жатуы мүмкін. Бәрі қалыпта басталғандай көрінгенімен оларды аяқ астынан қорқынышты айқай тоқтатады. Алғашында жігіттер әзілдеп бұл не дыбыс болды деп бір-бірінен сұрай бастайды. Дыбыс шошқаның даусын еске салғанымен көп ұзамай олардың күлкісі қорқынышқа айналады. Фонардың жарығы адам мен шошқаның қосындысына ұқсайтын белгісіз жаратылысты көрсетеді. Қорқынышты мақұлық жан түршігерлік айқай шығарып оларға қарай қозғала бастайды. Жігіттер еш ойланбастан қаша жөнеледі. Бір қызығы шошқа туралы қалалық аңыз алғаш рет 1893 жылы Чикагода пайда болған. Сонда бұл жай ғана аңыз ба немесе шынымен де белгісіз жаратылыс иесі ме? Оны комментарияға өз пікірлеріңізбен жазып кетіңіздер. Келесі видео өте ерекше жағдайды көрсетеді. Бір бала әкесінің арқасындағы татуировканы телефон камерасымен жақыннан түсірмек болады, бірақ ол байқамай камераға әлдеқайда қорқынышты нәрсені түсіріп алады. Бұл жұмбақ кадрлар кезінде тіпті Эквадордағы жаңалықтарда да көрсетілген. Видеоның басында ер адам компьютердің алдында жалаңаш арқасымен отыр. Ол баласының не істеп жүргенін мүлдем байқамайды. Бала телефонды жақындатып әкесінің арқасындағы татуировканы үлкейтіп түсіре бастайды. Бір сәтте ол камераны өзіне қаратып сөйлегісі келеді. Алайда камера жанға бұрылған кезде кадрда белгісіз мақұлықтың бетіне ұқсайтын қорқынышты бейне көрінеді. Кадрдың сапасы өте төмен және де бала камераны тез өзіне бұрғаннан кейін мақұлықтың нақты қай жерде оларды бақылап тұрғанын біз көре алмаймыз. Иә достар, негізі қорқынышты видеолардың көбісі сапасы нашар телефондармен түсіріледі. Ең қызығы отбасы дәл осы бейнені видео етіп түсіріп жатқанда мүлдем ештеңені байқамаған. Тек қана кейіннен екінші рет қараған кезде олар осындай мақұлықты көрген. Достар, сіздердің пікірлеріңіз қандай? Оларды міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер және де лайк басып отыруды ұмытпайық. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Егер де дәл осы видеоға 1000 лайкты жинап тастасаңыздар, келесі видео тез арада шығатын болады. Сондықтан лайкты аямайық және де арнаға тіркелуді ұмытпайық. Ал ендеше келесі видеоға кеттік. Үшінші видео. Алғаш қарағанда бұл тиктокта таралған қарапайым видео сияқты болып көрінуі мүмкін. Бірақ егер мұқият қарасаңыздар, бір түрлі нәрсені байқайсыздар. Байқадыңыздар ма? Чаки қоршағының басы өздігінен қозғалғандай болып көрінеді. Ал енді баланың өзіне назар аударсаңыздар, ол да бірдеңені байқап қалған сияқты. Түрінен ақ оның қатты таңғалғанын көруге болады. Әрине достар, дәл осы видеоны көргенде мен қатты қорқып кеттім. Себебі өздеріңіз білетіндей Чаки қоршағының өзінің киносы бар және Чаки ол жерде қандай қауіпті екенін өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Ал енді ойланып көріңіздерші достар, мүмкін ол Чаки шынымен де ешқандай монтажсыз өзі қозғалған болса ше. Егер де сіздердің үйлеріңізде дәл осындай қоршағыңыз қозғалса, сіз не істер едіңіз? Ондай қоршақты бірден мусорға тастап жіберетін едім мен. Төртінші видео. Ал мына видео одан да қорқынышты және ол да ойыншыққа қатысты. Бір анасы баласының теледидардың алдында ойнап жүргенін видеоға түсіріп тұрған, бірақ дәл сол сәтте камера күтпеген нәрсені жазып алады. Балада қуыршақтың қолы қозғалғанын байқап қалған сияқты. Себебі ол бірден ойыншықты қолына алып, еш ойланбастан алыстырақ лақтырып жібереді. Ең қызығы дәл қасында тұрған анасы ол кезде ештеңені байқамаған. Тек келесі күні видеоны қайта қарап шыққанда ғана бұл жұмбақ қозғалысты көреді. Иә, ойыншықтардың қандай қауіпті екенін бірге көріп шықтық. Ал енді видео басында айтып өткен қорқынышты мақұлық рептилоидтар жайлы айтайық. Иә достар, рептилоидтар негізі камераға көп түсіп қалған және қазір мен сіздерге рептилоидтар камераға түсіп қалған видеоларды көрсетіп шығатын боламын. Рептилоидтар деген кімдер? Кейбір адамдардың айтуынша олар адамға ұқсайтын, бірақ шын мәнінде кесірткеге ұқсас құпия жаратылыстар. Аңыздар бойынша олар адамның кейпіне еніп алып, адамдардың арасында дым білдірмей жүреді екен. Менде бір сұрақ туындады, осы олардың мақсаттары қандай? Қазір рептилоидтар болғанның өзінде олар адамдарға ешқандай зиян келтіріп жатқан жоқ. Сонда олар нақты нені көздеген екен? Иә достар, бұл шын
шын екеніне нақты айғақ жоқ, яғни 50-50. Бірақ та адамдар сонда да олардың бар екеніне қатты сенеді. Тіпті рептилоидтар түсіп қалған видеоларды өзім де көрген кезде сеніп қала жаздадым. Ал енді сіз де дәл сондай видеоларды көруге дайынсыздар ма? Қазір бірге көретін боламыз. Ал енді кеттік. Мына рептилоид әдейі өзін видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге видеоны салып жіберген. Видеода көргендеріңіздей, ол өзінің терісін шешіп рептилоид екенін көрсетеді. Қорқынышты, иә? Негізі көп рептилоидтарды олардың көздеріне қарап анықтауға болады. Олар бір сәтте көздерінің қарашығының пішінін өзгертуі мүмкін. Және ондай видеолар әлеуметтік желіде толып тұр. Мына әйел көзін қисайтып жатыр, ал мына әйел көзін біртүрлі жұмып ашып жатыр, робот секілді. Ал мына кісі журналист болып жұмыс істейді. Видеоны көргенде менде қатты күмәнданбадым және ештеңені байқамадым. Егер де видеоны қайта қарасақ, оның тілі кесірткенің тілі секілді созылып кетеді. Тіпті барлығымыз білетін Симпсондардың мультфильмінде дәл осы рептилоидтарға сілтеме тастап кеткен. Иә достар, негізі Симпсондардың көптеген мультфильмдерде және серияларында олардың болжамдарының шын екенін көріп қалуға болады. Достар, мен жақын арада рептилоидтардың бар екеніне дәлел келтіретін видеоны тауып алдым. Көрсетейін бе? Мұнда лайктарыңызды басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Мен сіздерге сендім, ал енді кеттік. Бұл видеода тек қана беделді адамдар мейрамханада тойлатып жүр екен, бірақ бір кезде той өшіп қалады. Ал кейіннен видеода көргендеріңіздей той өшкен кезде олардың көздері жарқырап кетеді. Бірақ бұл қалай? Негізінде қараңғыда адамның көзі мүлдем камераға түспейді, ал олардікі түскен. Көбісіміз түсіндік, олардың көзі қарашығы арқылы оларды білуге болатынын. Бірақ сіздер олардың өздерін білдіртпес үшін не істейтінін байқадыңыз ба? Олардың көздерінің қарашығының пішіні өзгерген кезде олар көздерін тез жабуға тырысады, яғни жыбылықтайды. Иә, бұл өте қарапайым көрінгенімен дәл осы әдіс арқылы олар өздерін жасырып жүр екен. Достар, осымен видеомыз бітті. Видеоны арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды басып кетіңіздер. Егер де дәл осындай видеолар көп деп шықсын десеңіздер, онда 1000 лайкты басып кетейік. Егер де екінші бөлімін қаласаңыздар, төменге екінші бөлім деп жазып кетейік. Ал енді келесі видеоны бірге анықтайық. Біз қоштаспаймыз, біз келесі видеоларда көрісеміз.